Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі таңдағы хит самсалардың бірі қатпарлы самсаны бірге жасайтын боламыз. Бұл самсаның қамыры өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Видеоны соңына дейін тамашалап, арнамнан алыстамаңыздар. Ендеше самсамызды жасауға кірісейік. Ол үшін бізге ең алдын ала електен өткізіп алған ұн, сонымен қатар мұздай тоңазытқыштан шыққан сармай қажет болады. Сармайымызды осылай үккіштен өткізіп, ұнымызға аунатып, майда крошка дайындап аламыз. Оның үстіне бір шай қасық разрыхлителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала дайындап алған қаймағымыздың үстіне жұмыртқаның 2 сарысымен толықтай бір жұмыртқамызды салып, осылай қасығымыздың көмегімен араластырып, оның үстіне бір шай қасық тұзымызды салып, тұзымыз толықтай ерігенше араластырып, алдын ала дайындап алған ұнымыздың үстіне осылай құйып, қолымыздың көмегімен өте жұмсақ, нәзік қамыр дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызды салафан пакетке салып, холодильникке жарты сағат уақытқа жібереміз. Міне, біздің жарты сағат уақыт тұрған қамырымыз дайын. Ендігі кезекте осы қамырымызды қолымыздың көмегімен осылай жұдырығымызбен, саусағымыздың ұшымен осылай баса отырып, домалақ қамыр дайындап аламыз. Формасын келтіріп алғаннан кейін оқтауымыздың көмегімен жұп-жұқа қамыр жайып аламыз. Жайып алған қамырымызға қысқа толқынды пеште ерітіп алған сарымайымызды толықтай жағып шығамыз. Одан кейін осылай рулет тәрізді етіп орап, холодильникке толықтай 2 сағатқа жібереміз. Келесі кезекте арасына салу үшін салмасына кірісеміз. Ол үшін бізге тартылған ет, картоп және де майдалап туралған пияз, сонымен қатар қалауыңызша құйрық май салып жіберсеңіздер де болады. Дәміне қарай бұрышымызбен тұзымызды салып, осылай қолымыздың көмегімен біркелкі етіп араластырып аламыз. Міне, біздің қамырымыз дайын. Осылай видеода көріп отырғандарыңыздай қалаған формада кесіп, осылай қолымыздың ұшымен басып, домалақтап дайындап аламыз. Артық қамырымызды жылы жерде қалдырмай, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Біздің қамырымыз өте жеңіл жайылады. Осылай оқтауымыздың көмегімен шеткі жанын баса отырып, осылай домалақтап қамыр дайындап аламыз. Дайын болған қамырымыздың арасына қалауыңызша осылай 2 немесе 3 қасық салмамызды салып, шетін толықтай нығыздап жабыстырып шығамыз. Жабыстырып алғаннан кейін, осылай видеода көріп отырғандарыңыздай, қолымыздың көмегімен ішке қарай кіргізе отырып, орап, самсамыздың шеткі бөлігін бекітіп аламыз. Біздің қамырымыздың құрамында сарымай болғандықтан, біздің қамырымыз өте тез жайылады. Жаю барысында қамырымыз жыртылып кетуі де мүмкін, одан еш қорқудың қажеті жоқ. Міне, осылай шетін жақсылап ажырап кетпейтіндей жабыстырып аламыз. Дәл осы рецептің толық мөлшері мен құрамын міндетті түрде описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол описание бөліміне кіріп, толық құрамын қарап, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Самсаның түйілу түрінің екінші әдісін көрсетемін. Осылай жайып алған қамырымыздың ішіне дәл ортасына салмасын салып, келесі жайып алған қамырымызды бір-бірімен беттестіріп, шеткі бөлігін осылай ажырап кетпейтіндей біріктіріп аламыз. Одан кейін қолымыздың көмегімен оны да осылай домалатып өріп шығамыз. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруге сіздерге де кеңес беремін. Өте оңай әрі сәтті рецепттердің бірі. Міне, осылай толықтай барлығын жасап алғаннан кейін, жұмыртқаның сарысына бір шай қасық сүтімізді салып, араластырып аламыз да, дайындап алған самсамыздың бетіне
барлығына біркелкі етіп жағып шығамыз. Өз қалауларыңызша мак немесе кунжут сүйіп шықсаңыздар болады. Және де алдын ала қызып тұрған 200 градуста 25 немесе 30 минут аралығында осылай біркелкі етіп пісіріп аламыз. Бұл видео сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде осы видеоға лайк қойып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Бұл менің каналымның дамуына өз әсерін тигізеді. Ал егер каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, подписаться батырмасын басып тіркеліп қойыңыз.